Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі оңай жасалынатын муравейниктің рецептісін бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде миксерді қолданудың қажеті жоқ, жай ғана вилкамен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араласқаннан соң үстіне ерітілген сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Дәміне қарай аз ғана тұз саламыз. Келесі кезекте осы массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Шамамен 4-5 стакандай ұн қажет болады. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқыш салып, ең алдымен лопатканың көмегімен жақсылап араластырып біріктіріп аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, таза салапанға салып, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз әбден қатаюы қажет. Екі-үш сағаттан соң қамырымызды алып, ұнға осылай аунатып, үгіштен өткіземіз. Қамырымыз жақсы қатаюы қажет, сонда жақсы өтетін болады. Барлығын өткізіп болғаннан соң арнайы формамызға саламыз. Қызып тұрған печкеде барлық жері біркелікті қызарғанша пісіріп аламыз. 180 градуста шамамен 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай сгущенка қажет. Оның үстіне 3 ас қасықтай бал саламыз. Және де ерітілген сары май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Осы дайын болған кремімізді жаңағы муравейнигіміздің үстіне құйып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Және де өзіңізге ыңғайлы осындай стаканға болсын, не болмаса басқа да формаға салып, муравейниктің формасын шығаруға болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің муравейнигіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет достар.